Сәлем достар, бір дайындағаннан өте дәмді болып шығатын печенье әзірлейміз. Құрамына бір жұмыртқамызды, 100 грамм сахарный пудрамызды, шымшын тұзымыз бен қамыр қопсытқышымызды саламыз. Және де үстіне 100 грамм майымызды құйып, ұнымызды салып, жақсылап билеп аламыз. Міндетті түрде бұл печеньені жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сеніммен айта аламын. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр шықты. Қамырымыздың барлық бөліктерін осылай кішкентайдан алып, осындай дөңгелек жасаймыз. Арасын ашып осылай қоямыз. Пешке 180 градуста 10 минутта піседі достар. Бетіне осылай әдемілік үшін күнжет сепсеңіздер де болады. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.